Бүгін республикалық үздік волонтер 2016 байқауының жеңімпаздары марапатталды. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі мен Қазақстан жастар конгресі еліміздің барлық аймағында жұмыс істеп жүрген ерікті жастардың еңбегін сарапқа салған. Қазір көпшілікке көріне бермейтін, өз жұмыстарын айқайлап айтпай-ақ қоғам үшін маңызды жұмыстар атқарып жүрген жастар көп. Шын жүректен жұмыс істейтін барлық еріктілердің еңбегі жоғары марапатқа лайық. Сол себепті дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаевтың өзі ең белсенді ұйымдар мен белсенді жастарды өзі арнайы марапаттап сыйлықтар табыстады. Жастардың әрі қарай қанаттанып жұмыс істеуіне зор үлес қосатынын, осындай ілкімді шара алдағы уақытта дәстүрге айналуы мүмкін. Біздің ұйымымыз жұмыс жасап келе жатқанына 15 жылдан астам уақыт болды. Қызылорда облысындағы 7 аудан бойынша, барлық 7 аудан бойынша лагерлерде біз жаз бойы, 3 ай бойы жұмыс жасап, балаларға махаббатымыз бен жылулығымызды сыйлаудан таймай келеміз. Осындай керемет марапатпен бізді марапаттаған үшін министрлікке және жастар комитетіне өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Үлкен рахмет.